Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Иманғали Тасмағамбетов Ресей президенті Владимир Путинге сенім грамотасын тапсырды. Кремльдің үлкен сарайында өткен сенім грамоталарын тапсыру рәсіміне 18 мемлекеттің елшілері, оның ішінде Армения, Бельгия, Швейцария, Бразилия, Израиль, Катар дипломаттары қатысты. Владимир Путин интеграциялық үдерістерді дамытудағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке рөлін жоғары бағалады. Сонымен бірге Қазақстан басшылығына Астана процесін ұйымдастырғаны үшін алғысын білдірді. Ол Ресейдің Астана Экспо халықаралық көрмесіне қатысатынына баса назар аударып, қазақстандық әріптестерін Челябинск қаласында өтетін аймақаралық ынтымақтастық форумына шақырды. Қазақстан біздің сенімді әрі стратегиялық одақтасымыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен жуырда өткен сұхбатымызда екі ел арасындағы 21 ғасырдағы тату көршілік пен одақтастық туралы шарт негізінде әр жақты өзара әрекеттестікті нығайтуға деген ынтамызды растадық. Аймақтағы интеграциялық үдерісіндегі Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекші рөлін, сонымен бірге Қазақстан басшылығының Сирия бойынша келіссөздерді ұйымдастырудағы үлесін жоғары бағалаймыз.